Соңғы айдың ішінде менің Instagram және TikTokта отыруым күрт қысқарды. Бұрын мысалы мен күніне оп-оңай 2-3 сағат жұмсасам, қазір біраз болды кірмегелі. Мысалы аптасына бір рет кірем Instagramға тексеріп. Ал сіз көріп жатқан видеолар олар бөлек арнайы бағдарлама арқылы салынады. Және осы айдың ішінде мен өзімде қандай өзгеріс байқадым. Біріншісі, әрине өмірден көбірек ләззат алу, көбірек рахат алу. Мысалы, тіпті қарапайым тамақ ішуден, сыртқа барып серуендеуден мен көбірек рахат аламын. Бұрын шыдам келмейтінді, мысалы тамақты ішсем де мен міндетті түрде бірдеңе қарауым керек. Екінші мен байқаған нәрсе концентрацияның жақсарғаны. Бұрын мысалы кітап оқуға шыдам жетпейтін, ауыр, баяу оқитын, қазір білмеймін қалай, жылдамырақ, тезірек оқимын. Үшіншіден, ол әрине менің өнімділігім. Ол деген жұмысымды істеу, жұмысым қазір оңайырақ жүреді бұрынғыға қарағанда. Көбірек мысалы видео шығара бастадым. Ал сізде өміріңізде осы Instagram, TikTok пен қарым-қатынасыңыз қандай? Қанша уақыт жұмсайсыз? Оны қысқартқыңыз келе ме? Пікірге жазыңыз.